Балаларым бар. Қайда барам? Ақшам жоқ. Тұрсынбектің әйелі көпшілікке жан айқайын жеткізді. Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жұбайы Мөлдір Мұханова әлеуметтік желіде жан тебірентерлік видео жариялады. Бұл туралы alаш.kz сайты хабарлайды. Мөлдір Мұханова Instagram желісіндегі ресми парақшасында тұрмыстық зорлық-зомбылық, әйел баласының әлсіздігі секілді мәселелерді көтеретін видеосын жариялады. Бұл видеодағы жағдай қаншамаңызға таныс. Күн сайын маған 10 шақты қыз жекеме жазады. Не істесем болады? Қайда барам? Кете алмай жүрмін. Әрқайсысының дауысы дірілдеп, жүрегі қорқып, жаны қысылады. Бірақ неге кетпейсіз? Неге үндемей, бәріне көне бересіз? Себебі әр әйелдің ішінде 1000 түрлі себеп бар. Балаларым бар. Қайда барам? Ақшам жоқ. Мүмкін өзгерер. Ата-анам не дейді? Ұялам. Өзімді кінәлаймын. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Сіздің өміріңіз тек сіздің қолыңызда, деп жазды Мөлдір Мұханова. Құрметті көрермендер, менің ойымша Мөлдір көтерген мәселе тек бір адамның басындағы жағдай емес, бұл қоғамымыздағы талай әйелдің үнсіз айтып жүрген жан айқайы. Балаларым бар, қайда барам? Ақшам жоқ деген сөздер қаншама жүректің ішінде айтылмай жатқан шындықтың дәл өзі. Өкінішке қарай, бізде әлі де болса тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбында ашық сөйлейтіндер аз. Ал сөйлегендердің сөзіне бәрі бірдей құлақ аса бермейді. Мөлдірдің бұл видеосы тек жеке тәжірибе емес, мыңдаған әйелдің үнін жеткізуге жасалған қадам деп қабылдаймын. Қоғам болып әйелдің қауіпсіздігі, бостандығы және лайықты өмір сүру құқығы бірінші орында тұруы керек. Өйткені ұялам, қоғам не дейді деген оймен үнсіз қалу мәселені шешпейді. Тек тереңдете берсе керек. Әр әйел өз өмірінің қожайыны екенін түсінуі тиіс. Ал біз қоғам болып, оларға сенімді тірек, қолдау және ашық құлақ болуымыз қажет. Жақсы сөз, жылы қабылдау және дұрыс кеңес бәлкім бір адамның өмірін өзгертіп жіберетін ең үлкен күш шығар. Осындай оқиғаларды естіген сайын ойланып қалатынымыз рас. Бізде тұрмыстық зорлық-зомбылық тек физикалық соққы деп қана түсініледі. Ал шын мәнінде ол дауыс көтеруден, сөзбен қорлаудан, сенімін сындырып, өзіне деген құрметін жоюдан басталады. Бұл көрінбейтін жара, бірақ жанды ең қатты ауыртатын түрі. Мөлдірдің жазғаны тек әйелдерге ғана емес, ер адамдарға да ой салу керек деп ойлаймын. Себебі отбасы екі жақтың да жауапкершілігі. Біз көп жағдайда ерлердің де психологиялық дағдарыстан, бала кезден қалыптасқан жарадан өтетінін ескере бермейміз. Демек, мәселені түбегейлі шешу үшін тек әйелдерге ғана емес, ерлерге де психологиялық көмек, дұрыс тәрбие, эмоционалды сауаттылық қажет. Мүмкін бізге отбасылық қарым-қатынас, ашық сөйлесу, эмоцияны басқару туралы мектептен бастап үйрету керек шығар. Себебі бала көргенін қайталайды емес пе? Егер ол кішкентайынан айқай, қорлау, зорлықты норма деп көрсе, ертең өзінің де отбасында сол сценарий қайталануы мүмкін. Әйел нәзік, бірақ мықты. Оның жүрегін жараласаң, бүкіл әлемін сындырасың. Ал оған қолдау берсең, қанат бітіресің. Сондықтан әрқайсымыз өз орнымызда бір кішкентай қадам жасайық. Тыңдайық, түсінейік, көмектесейік. Кейде біз зорлық-зомбылық туралы тек теледидардан немесе жаңалықтардан оқып, оны өзімізден алыс нәрсе деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде ол біздің айналамызда, көршіміздің үйінде, досымыздың жанында, бәлкім ең жақын туысымыздың басында болуы мүмкін. Ең өкініштісі, зардап шеккен адам көбіне үндемейді.
Себебі қоғам оны айыптайды, түсінбейді, шыдай бер деп кеңес береді. Бір сәт ойлап көрейікші, біз қиын жағдайдағы адамға шынымен қолдау көрсетеміз бе? Әлде сырттай қарап өзекке айналдырамыз ба? Әрқайсымыздың бір жылы сөзіміз, бір телефон қоңырауымыз, немесе жай ғана тыңдап беруіміз біреудің өмірін құтқарып қалуы мүмкін. Мөлдірдің айтқанындай, сіздің өміріңіз тек сіздің қолыңызда. Бірақ ол қол жалғыз қалмауы керек. Мемлекеттен бастап әрбір көршімізге дейін қолдау көрсететін жүйе қажет. Дағдарыс орталықтары, сенім телефондары, тегін психологиялық көмек, мұның бәрі қағазда емес, іс жүзінде жұмыс істеуі тиіс. Тағы да бір маңыздысы, ер адамдардың да көзқарасын өзгерту. Нағыз мықтылық әйелді қорқытуда емес, оны қорғай білуде. Отбасын бақытты ету – бұл жауапкершілік. Ал зорлық-зомбылық әлсіздіктің белгісі. Кейде біз әйел өзі кінәлі, осындай ескі түсінікке жабысып алып, шындық көрмейміз. Біреу өз мінезіңді өзгерту керек, тіл тигізбе, сонда ұрмайды деп ақыл айтып жататын кездерде болады. Бірақ шындық біреу. Зорлық-зомбылыққа ешқандай сылтау жоқ. Мөлдірдің сөздері бұл жай ғана пост емес, бұл үндеу деп қабылдадым. Мүмкін дәл қазір біреу жылап отыр, мүмкін біреу терезеге қарап кетіп қалғысы келіп, бірақ қорқып отыр. Осындай сәтте оған жай ғана мен сені түсінемін, сен жалғыз емессің деген сөздің өзі күш береді. Біз мектептен бастап балаларға құрмет деген ұғымды үйретуіміз керек. Қыз баланы әлсіз деп емес, қымбат, қадірлі деп тәрбиелеу, ал ұл балаға мықтылық тек мейірім мен жауапкершілікте екенін түсіндіру керек. Әйелдердің үнін есту үшін көпір болайық. Олардың әңгімесін тыңдайық. Оларға қайда хабарласуға болатынын айтайық. Қауіпсіздік туралы ақпаратпен бөлісейік. Кейде бір адамның өмірін құтқару үшін батыр болу міндет емес, тек бейжай қалмау жеткілікті. Мөлдір көтерген мәселе тек әйелдің жеке өмірі емес, бұл қоғамның дамуы мен мәдениеттің көрсеткіші. Зорлық-зомбылық бар жерде сенім, махаббат, даму болмайды. Кейде әйел кеткісі келсе де, айналасындағы адамдар оның жолын бөгейді. Ол сенің күйеуің, түзеледі, балалар үшін шыда деп, қолдау орнына керісінше жалғыз қалдырады. Ал шын мәнінде зорлық-зомбылық көрген адамға ең қажеті сенетін бір адаммен нақты әрекет жоспары. Мөлдір Мұханованың жазбасын оқығанда бірден түсінесің. Бұл тек бір адамның жанайқайы емес. Бұл мыңдаған әйелдің үнсіз айқайы. Тұрмыстық зорлық жай ғана отбасылық кикілжің емес, ол адамның ішкі дүниесін, еркіндігін, тіпті өмірге деген сенімін жоятын қауіп. Кейде біз мұндай оқиғаларды естіп, бұл олардың жеке мәселесі ғой деп қоя саламыз. Бірақ шын мәнінде бұл қоғамның ортақ дерті. Себебі әрбір зорлық көрген әйел біздің анамыз, әпкеміз, қарындасымыз, немесе досымыз болуы мүмкін. Өкініштісі, әйелдердің көпшілігі қайда барам, балаларымды кім асырайды, ата-анам не дейді деп өз қауіпсіздігін кейінге ысырады. Бұл біздің қоғамдағы ең ауыр парадокстардың бірі. Әйел өзін қорғаудың орнына қорлыққа көніп, үндемей қалуға мәжбүр. Мұндайда біз тек сөзбен емес, нақты іспен қолдау көрсетуіміз керек. Атап айтсақ, жергілікті әкімдікпен, үкіметтік емес ұйымдары тарапынан дағдарыс орталықтарының санын көбейту, әйелдерге арналған тегін психологиялық және заңгерлік кеңес беру желілерін күшейту. Баласы бар әйелдерге уақытша тұрғын үй мен жұмыс табуда
қолдау көрсету. Көпшіліктің көзқарасын өзгерту үшін мектептен бастап зорлық-зомбылыққа қарсы білім беру бағдарламаларын енгізу. Бір әйелдің тағдырын өзгерту тұтас ұрпақтың өмірін өзгертеді. Өйткені қауіпсіз ортада өскен бала ғана болашақта мейірімді, сенімді, зорлықсыз қоғам құрады. Мөлдірдің бұл үндеуі бізге үлкен ескерту іспеттес. Үнсіз қалмау керек. Әрбіріміз көрген білгенімізге бей-жай қарамай, қолдау көрсетуді әдетке айналдыруымыз қажет. Сен жалғыз емессің. Бұл сөздер тек ұран емес, іс жүзінде орындалатын әрекетке айналса, қаншама адамның өмірі өзгереді. Мөлдір Мұхановаға осындай маңызды тақырыпты ашық көтергені үшін үлкен рахмет айтамын. Көпшіліктің жүрегіне жететін сөз айту әркімнің қолынан келе бермейді. Бұл тек жеке бастың тәжірибесі емес, бүкіл қоғамға ой салатын үндеу болды. Мөлдір, сіздің батылдығыңыз бен шынайылығыңыз көптеген әйелдерге үміт сыйлап, мен жалғыз емеспін деген сенімді оятады деп сенемін. Себебі бір адамның батыл қадамы мыңдаған адамның тағдырын өзгертуі мүмкін. Сізге және отбасыңызға тек амандық, мықты денсаулық, тыныш әрі бақытты күндер тілеймін. Өміріңіз әрдайым мейірім мен махаббатқа толы болсын. Әр сөзіңіз, әр қадамыңыз өзгеге үлгі, ал жүрегіңіз мықтылықтың белгісі. Алла сіздің еңбегіңізді қайырлы етіп, айналаңызға тек жақсы адамдарды жолықтырсын. Ешқашанда үнсіз қалмай, өз дауысыңызды көтеріп жүре беріңіз. Сіздің дауысыңыз қаншама жүректердің құтқарушысы бола алады. Ал қадірлі көрермендер, сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар.